Сәлем, бірінші сабаққа қош келдіңіз. Жалпы бұл сабақ 2 сабақтан тұрады. Қалай таргеттен 2023 жылы аз ақша құртып, күніне кемі 50 заявка алуға болады атты мен сізге 2 сабақта толық түсіндіріп шығамын деген үміттемін. Сіз кәсіпкер болсаңыз да, таргет толық болсаңыз да, енді бірден бастап кетсеңіз да, сізге толықтай пайдалы болады деген үміттемін. Мына статистиканы қойып қоймын. Сіз алдында көрген статистика емес, осы жаңа статистика бұл. 489 клик болған, небәрі 25 доллар ғана кеткен. Цена за клик 0,5 доллар ғана кеткен. Жалпы мен өзімді таныстыра кетейін. Атым Асылжан болады. Маркетинг саласында 4 жылдық тәжірибем бар. Компаниялардың өнімдерін таргетинг, Instagram, сайт, видео, скрипт, продаж, чат-бот жасап беру арқылы бір проектте мен 500 теңге алам. Оны қалай алам, алдағы уақытта айтатын боламын. Жалпы бұл 2 сабақтан тұрады дедім ғой. 2 сабақты толық көріп шықсаңыз, мен 15 000 теңге тұратын кітапшамды, таргетологтардың 10 қателік атты кітапшамды мен сізге тегін беретін боламын. Просто сізге 2 сабақты толық қарап шығу керек. Қазір мен сізге көрсете кетейін, ол не тақырыптар екен, және қалай алуға болатын. Келесі сабаққа көшейік. Ең бірінші, таргетинг жақсы жүру үшін оның нақты 4 қадамы бар. Қазір мен сізге просто өзімнің қалай істегенін көрсете салсам, шамалы түсініксіз болады. Кейбіреу түсініп алады, сразу кейбіреу түсініксіз болады. Сол себептен фундаментальный айтып шығайын. Ол нәтижеге қалай істедім и ол үшін не керегін айтып шығайын. Ең бірінші, кез келген рекламада, любой таргетинг рекламада ол креатив и оферге байланысты. Екі нәрсе. Өйткені халыққа басқаша влиять ете алмайсыз. Мысалы, Инстаграмнан подробный шығады. Инстаграмнан көреді ол любой адам, и ол жерде креатив пен офер тұрады. Сол себептен кез келген жарнама креативке байланысты и мықты офердің болу, яғни клиенттің бас тарта алмайтын ұсыныс жасау. Мына жерде мысал ретінде жазып қойдым. Америкалық рецептпен жасалынған бургерді 15 минутта дайындап береміз, немесе тегін аласыз. Допустим, сіз торговый центрге бардыңыз, тамақ ішейін деп жатсыз, и ол жерде қатар-қатар тұр. 5-6 немесе 10 қатар-қатар тұр, кафелер тұр. И нәреде біреуінде Америкалық рецептпен жасалатын бургер 15 минутта дайындап береміз, немесе тегін аласыз десе, офер тұрса, халықтың 90% сояққа барады деген үміттемін. Мен өзім сояққа баратын едім, өйткені мен тез дайындаған қалаймын, өйткені уақыт тығыз постоянно 15 минутта дайындап береді, еще 15 минутта дайындап бермесе сөз беріп тұр, тегін береміз деп сөз беріп тұр. Обязательно ойлаймын көбісі сояққа барады деп. Екінші жазып қойған мысал ретінде сертификат алған оборудованиемен кілеміңізді 30% жеңілдікпен 2 күнде жуып тегін үйіңізге жеткізіп береміз деген офер тұрса, кілем жуғысы келетін адам ойлаймын осы оферді көрсе и жақсы креатив тұрса, адамдар соған барады деген үміттемін. Жалпы бұны түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бірінші қадам оферге и креативке байланысты. Екіншісі, көбісіне андай проблема, креатив бірден жасап жатқан кезде шама проблемалар шығады. Қалай істеймін ол креативті, не жазам, не істеймін, идеяны қайдан алам деп, оған бізге чат GPT көмектеседі. Қазір білесіз, нейросеттің дамыған заманы болып баратыр. Чат GPT сізге кез келген сұраққа жауап береді. Мысалы, 30 күнге маған контент план жазып бер, немесе бір жерге контент план жазып бер деген сұрақтарға любой сұрағыңызға чат GPT сізге жауап береді. Бұны алдағы сабақта айтатын боламын. Екіншісі, конкуренттерді қалай жарнамалап жатыр. То есть, креатив жасап жатқан кезде бандай өзіңізді придумать етіп бірдеңе жібермей-ақ, лучше сіздің мысалы нишаңызға сай конкуренттер қалай реклама жіберіп жатыр, олар қандай офер жасап жатыр, олардың қандай рекламасы жақсы өтіп тұр. Соны біз Facebook рекламадан қараймыз. Facebook библиотекадан қараймыз. Біз сіздермен примерно қысқаша түсіндіре кетейін, қалай қарау керек екенін білмейтіндерге. Facebook'тан библиотека реклама деп жазсақ, сразу шығады осы сайт. Осы сайт шығады. Мына жерден мысалы сені таңдаған жақсырақ, өйткені басқалар қалай істеп тоже көршім. Все объявление басамыз. И мына жерге өзіңіздің нишаны жазасыз. Мысалы мен примерно қазір көбісі жасайтын, мысалы кухня жасап көрейін, мебель саласы мысалы. Кухняға жаздым. Нәреде ең басында мен шығып тұр, креативтер шығып тұр. Обычно ең астына қарай түсірсеңіздер, бұрыннан істеп тұрған креативтерді көрсетеді. Бұрыннан істеп тұрған креативтерге, значит, ол кәсіпкер ақша құйып жатыр, значит, жақсы жүріп жатыр деген сөз. Астына қарай түсірсем, мен уже нәреде креативтер шығып жатыр. Закажите кухню деген өзінің қаласын жазып қойған, заметьте, өзінің қаласын жазып қойған. Ол да негізі көп рекламаларда жақсы шығады.
көбісі реклама көреді, басқа қалада деп ойлайды, а именно сіздің қаланы жазып тұрса, шамалы басқаша көрінеді. Мен өзінің қаласын жазып қойған, сосын скидка деп қойған. Так, басқаларын қарайық. Мына новая кухня или отпуск 20% скидка. Міне де от 1400 рублей деп жазып қойған. То есть, осы жерден өзіңіздің нишаңызға сай изготовим стильную кухню даже для самых маленьких и сложных помещений дейді. То есть, міне көрдіңіз, то есть, осы жерден оферді придумать етесіз, қарайсыз да, и бұлардан жақсырақ мен қалай істей аламын деп жасасаңыз болады. Немесе осы артықын примерно көшіріп салсаңыз болады, ода ештеме қылмайды. Содан кейін описаниядан тоже проблема болса, описаниядан аяқтан мына просто бай копировать етіп, өзіңізге қойып, ауыстыратын жерін ауыстырып, реклама жіберсеңіз болады, проблема жоқ. Так, бұл түсінікті деп ойлаймын. Келесі тақырыпқа кешік. Так, келесі тақырып бізде сіз креатив жасадыңыз, офер жасадыңыз, енді өзіңіздің нишаңызды кімдер алуы мүмкін деген сұраққа жауап бере алмасаңыз, ол да қиын болады. Ол мақсатты аудитория. То есть сіздің товарыңызға кімдер қызығады, сіздің товарыңызды алған ол адам несін шешеді, қандай проблемасын шешеді деген сұрақтар болу керек. Ал целевой аудитория анықтау үшін нақты мен 6 сұраққа жауап беріңіз деп жазып қойдым. Мына жерде сіздің товарыңызды алатын адамның жасы керек болады. То есть примерно бір адамды елестетесіз, оның жасы нешеде болуы мүмкін. Допустим, аты айтарлық Айгерім. Айгерімнің жасы нешеде? Жасы осындай 18-де немесе 25-те сіздің нишаңызға сай. Жынысы, сіздің, допустим, товарыңыз тек қана қыздарға ұнаса, онда жынысы өзіңіз біліп тұрсыз, әйел кісілер. Егер де товарыңыз еркек адамдарға болса, онда жынысын жазасыз тек қана еркектерге. Үшіншісі, немен айналысады ол адам? Допустим, Айгерім бір жерде жұмыс жасауы мүмкін, немесе студентка болуы мүмкін, то есть целевой аудиторияны солай анықтайсыз. Табысы орта есеппен қанша? Жанұясы бар ма? Бос уақытын немен өткізеді? То есть сіз өзіңіздің клиенттеріңізді білмесеңіз, сізге товарларды алдағы уақытта сатуға, бизнесіңізді дамытуға проблема болады. Өйткені сіз целевой аудиторияңызды, өзіңіздің алатын клиенттеріңізді бойдарын білмейсіз, и ол немен айналысады, ол қаяқта жүреді, примерно оны білмесеңіз, сізге рекламаны жіберуге и товарыңызды өткізуге қиындау болады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Оны алдағы сабақта толықтай түсіндіретін боламын. Так, келесі тақырыпқа көшейік. То есть біріншісі не болды бізде? Креатив и офер болды. Екіншісі бізде мақсатты аудитория, менің товарым кімдер алуы мүмкін деген сұраққа жауап беруіңіз керек. Достар, содан кейін любой рекламаны көргеннен кейін кез келген клиент Инстаграмға кіреді. Мысалы, мынау ремонт телефонов, бәрінде телефон бар, бәрінің телефоны сынады, соны жазып қойдым әдейі. Мысалы, полный мен G-Mobile компаниясы мен полный маркетинг жүргіземін тоже. Мен лицом тұр даже. Қарасаңыздар, сіз қаяққа баратын едіңіз? Мынау неге ма компанияға ма, либо мынау компанияға ма, либо адам қарау мүмкін. Так, мына жерде контент қалай жүргізеді? Инстаграмға көңіл бөле ма? Өзінің товарына, өзінің клиенттеріне жақсы контент жасай ма деп любой адам қарайды. Ойлаймын, оң жақтағы G-Mobile компаниясына барады деп. Өйткені, контент жасалған, примерно упаковкасы жақсы, и несі де логотип да жақсы деп ойлаймын. Содан кейін уже адам отзывына кіріп, не істеп отқанын қарап, уже шамалы компанияға уже сапалы екеніне көз жетеді, телефонын осы жаққа алып келеді. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі мәселе, сіздің затыңыз сапалы болған өте маңызды. Өйткені сіз креатив моушн жасасаңыз, офер моушн жасап, целевой аудиторияны анықтап алып, реклама күшті қылып жіберіп, сіздің рекламаңыз атып кетіп, адамдар бәрі жазып сіздің компанияңызға келсе, либо сіздің товарыңыз алса, немесе услугаңыз алса, и услугаңыз сапасыз болып қалса, то есть маркетинг сізге қарама-қарсы жұмыс жасайды. То есть қалай қарама-қарсы жұмыс жасайды? Отзывтар кетеді жаман, компанияңызға сарафанный радиомен барлығын айтады. То есть жақында мынау компанияға бармаңдар, бұл телефонды құртып қойды, немесе услугасы сапасыз екен деген сияқты сарафанный радиомен кетіп қалады. Сол себептен маңыздысы бұл бірінші очередь затыңыз сапалы болу керек, сатып жатқан затыңыз сапалы болу керек. Содан кейін ғана уже маркетингке көшіңіз, содан кейін уже рекламаны ойластырыңыз. Сол себептен Инстаграмыңызға мән беріңіз. Өйткені любой адам креативті көргеннен Инстаграмына кіріп көреді. Так, достар, төртіншісі ADS менеджердің настройкасы дұрыс болуы. Қазір сіз
жақсы таргетолог болу мүмкінсіз, бірақ та сіз просто там ADS менеджер таңдап, трафикпен жібере салып, либо вовлеченность таңдап, бұрынғы немен жібере берсеңіз, ол қазір не работает, достар. Қазір любой реклама жіберген кезде аудиторияны креативті жақсы жүретін тестлеу өте маңызды. Өйткені сіз өзіңіздің нишаңызды қайсы аудиториямен жақсы жүріп кететінін білмейсіз. Оны тест қана көрсетеді, оны халық өз бағасын береді. Екіншісі, ол үшін аудиторияны 3 сегментке бөліп, примерно бір 10-15-30 креатив қайын жасап, сіз тестлеу керексіз. Бұл тақырыптың ең жаңағыда жазып қойған аз ақша құртып, кемінде 50 заявка алуға атты дегеніміз осы нәрсе. Өйткені көп таргетологтар бұны осыны тестлеу үшін көп ақша құртады. Допустим, бір рекламаны жібереді, ол өтпей қалады, сосын ойлаймын креативті өзгеріп кетейін деп. Креативті басқа реклама жүріп кетеді, тағы да оған $5-10 құртады. Тағы да аудиторияны дұрыс таңдамадым, мен өтпей жатыр деп ойлайды да, тағы да ақша құртады. Настройкам дұрыс болмай жатыр деп, тағы да ақша құртады. Осының барлығын аудиторияны бөліп алып, креативтарды қаншама креативтардың бәрін бөліп, осының барлығына, настройкасының барлығына небәрі грубо айтқанда $10 ғана құртуға болады. Ойлаңызшы, $10 мен ғана осының барлығын тестлеп алып, сіз рекламаңызға жақсы жүріп тұрған креативті таңдап береді Facebook саған. Қайсы аудитория жүріп тұр, соны таңдап береді Facebook. То есть, сіз Facebook айтасыз, $10 берем, міне, допустим, 5000 теңге берем, 5000 теңге маған аудиторияны креатив қайсы жақсы жүріп, соны маған тестлеп бер, мен сол тест жақсы жүріп тұрған креативке ақша құям деп. Задание бересіз, оны Facebook четко сізге жасап береді. Оның барлығын қалай істеу керек екенін барлығын айтатын боламын. Достар, келесі сабақты көру үшін маған дайректке 11 санын, просто 11 деп жазасыз да, маған отправить дейсіз. Мен сізге автомат түрде екінші сабақты жіберемін. Екінші сабақта мен не туралы айтамын, қазір мен сізге айтып кетейін. Мен өзім ADS менеджерге кіріп, өзімнің таргетті қалай жібергенімді көрсететін боламын. Осылай отырып, бірге мен ADS менеджерге кіріп, аудиторияны қалай бөлген барлығын сізге көрсететін боламын. Екіншісі, 2023 сұраныста болатын чатбот саласымен сізді таныстыратын боламын. Чатботта жаңа айттым ғой, жаңағында телеграмда каналға кіріп, өзіңіз сұрақ қоясыз, сұрағыңызды 5 минутта, 3 минутта жауап береді. Чат GPT бот сол жауап береді. Бұл нейросетті чатботты сіз үйреніп алсаңыз, алдағы уақытта бұл соңғы алдағы 5 жылда негізі өте хит болады. Өйткені қазір IT-дің дамыған заманы, чатботтың заманы, соның барлығын сіздерге айтатын боламын. Чатбот бұл өте маңызды нәрсе. Өйткені, допустим, сізде Инстаграмда адам көп жазып жатыр, менеджерлеріңіз үлгермей жатыр. Сол кезде сіз чатбот қосып қоясыз, чатбот өзі клиенттермен сөйлесе береді. Чатбот түнде ұйықтамайды, менеджеріңіз ұйықтауы мүмкін, менеджеріңіз ауырып қалуы мүмкін, бірақ чатбот ауырып қалмайды. Сол себептен бұл өте маңызды нәрсе. Үшіншісі өте маңызды нәрсе, тоже мен қалай бір проекттен, көп ойлайды там таргетологтар қалай 500 теңге, қалай 400 теңге бір проекттен алады деген, ол реально ма или өтірік па деп ойлайды. Мен қалай аламын, соны екінші сабақта айтып беретін боламын. Бір проекттен мен 500 теңге аламын. Содан кейін таргетологтардың 10 қателігі атты кітапшамды жаңа айтқандай тегін аласыз. Қазір просто тура қазір кіріп, дайректке 11 санын деп жазып жіберіңіз, 11 деп жазыңыз. Мен екінші сабағым автоматты түрде көресіз. Екінші сабағым мен достар бүгін ғана сақталып тұрады. Оны ертең сосын көре салам, ертең дайректке жаза салам деп ондай болмайды. Бүгін көру керексіз, сол кезде ғана көре аласыз. Өйткені бұл постоянно ашық тұрмайды. Достар, екінші сабаққа кездескенше мен жаңағы осы 4 тақырып туралы қозғайтын боламыз. Екінші сабақта кездескенше.